o'quvchilar? Salamotsizlar. O'tiramiz. Kim tezakchi? Kim jo'q sababda? Barlig'i? Yaxshi. O'tiramiz. Biz savolimizni boshlamas burun eng birinchi to'pqa bo'linib olaylik. Mana shu yerda kartochkalar bor. 1, 2, 3 degan so'z bo'yicha hozir biz to'pqa bo'linib olishimiz kerak. Keling, mana shu yerda kartochka so'raymiz. Sababimizni boshlaymiz. Yaxshi. Sababimizni boshlaymiz. Burun senga eng birinchi senga bag'alov parametrlar. O'zingiz har bir o'quvchi o'zini bagalaydi. Mana shu yerda aksiyamizni yozamiz, sinfimizni yozamiz. So'ng ikki topshirmasdan javob bersak, ballni qo'yamiz. 1 ballmi, 1 ball, 2 ballmi, 2 ball degan siyoq. So'ng birinchi, ikkinchi, uchinchi topshirma barlig'idan necha foizdan so'ni mana shu yerda barlig'ini yozamiz. Olgan foizimizni. Tushunibmi? Undan keyin savolning sonida kelib aytasiz bo'ladi. Bildim keladi. Qaysi ish yo'lini qaysini o'zlari belgilaymiz, so'ngra bitishga qo'yib belgilaymiz. Tushunibmi? Endi Dağlı paragrafımızda altımızda yazıp olsa biz bunga sababimizni bastayıq. Eng aldымен bizde kichkina memleket aniqlama degan trend bo'yicha bir trend uyushtirishdi. Ketdik. Qozog'iston. Yaxshi. Amerika. Yaxshi. Shahar? Braziliya. Braziliya o'ta yaxshi. O'ta yaxshi. Portugaliya. O'ta yaxshi. Yaxshi. Endi bizga topshirmasi. Topshirmasi bo'yicha bir necha so'roqlar berilgan. Natijada so'roq javob aytsa orqali topshirmasini ko'rib bo'lamiz. Birinchi so'roq geografiyalik yengil deganimiz ne? Kim javob beradi? Geografiyalik yengil deganimiz ne? O'ta yaxshi. O'zingga ballni qo'yib ol. Ikkinchiga Бастапқы медиадан батысқа қарай берілген градус. O'ta yaxshi. Odan keyin negizgi meridиан deganimiz ne? Negizgi meridиан deganimiz ne? Polisdan polisga deyil o'sha cho'zilgan chiziqlarni biz ne deymiz? Meridian deb ataymiz. Yaxshi o'tirib. Ekvator neni bildiradi? Ko'rkam Yerda qat bo'ladi. Yerda 2 ga bo'ladi. Zal uzunligi 40 kilometr. Parallel chiziq deganimiz ne? Parallel chiziqlar. Kim aytadi? Kim chiqadi? Parallel chiziqlar. Kim javob beradi? Parallelga bo'yicha yildizni chiziqlar
берілген экватор сызығына қарама-қарсы жүргізілген сызықтарды біз параллель сызықтар дейміз. Жақсы сұрау. Жақсы. Үй тапсырмасына жауап бергенде өзіміздің бағалау парақтарымызға бағалау шкаланы қойып аламыз. Бізде тақтада не көріп тұрмыз? Карта, сосын материктер, мұхиттар. Жақсы, ендеше біздің бүгінгі сабағымыз тақырыбы материктер және мұхиттар. Дәптерлеріміз ашамыз, күннің жадын жазамыз. Мен олардың физикалық, географиялық аймақтарының табиғи ерекшеліктерін анықтау. Жоспар бойынша мұхиттың табиғат ерекшеліктерін анықтау. Дәптерлеріміз ашамыз, күннің жадын жазамыз. Тақырыпты жазамыз. Жас болса, алдымызға қараймыз, экранға қараймыз. Бізде бейнероликті тамашалаймыз. Ады екі үлкен бөлікте тұрады, материктер мен мұхиттар. Материктер құрлықтың ірі бөлігі. Жер бетінде 6 материк бар: Еуразия, Африка, Солтүстік Америка, Оңтүстік Австралия, Антарктида. Әр материктің табиғаты ерекше. Еуразия ең үлкен материк, ауданы шамамен 54 мың км. Мұнда әлемнің ең биік нүктесі Эверест шыңы орналасқан. Бұл жер шарының ең керемет көріністерінің бірі. Африка ауданы 30 мың км, ең ыстық материк. Мұнда әлемдегі ең үлкен шөл Сахара бар. Сахараның шегінде тұрғанда шөлдің кеңдігімен құмды дюнасы таң қалдырады. Оңтүстік Америка ауданы 18 мың км, Амазонка өзені және қалың тропикалық ормандарымен танымал. Амазонка көптеген жануарлар мен өсімдіктерге ия болып табылады. Антарктида мұз басқан ең суық материк, ауданы 14 мың км. Мұнда температура өте төмен, бірақ экосистема ерекше. Австралия ең кіші материк, ауданы 7-6 мың км. Кенгуру мен коала сияқты ерекше жануарлармен белгілі. Австралияның табиғаты мен мәдениеті таңқалдырады. Жер бетінің көп бөлігін мұхиттар алып жатыр. Мұхиттар планетамыздың басты су айдыны, өмір сүру үшін маңызды ресурс. Тынық мұхиты ең үлкен әрі ең терең мұхит, ауданы 179 мың км. Оның тереңдігі мен байлығы жайындағы ақпараттар танымал. Атлант мұхиты Еуропа мен Америка құрлықтарын бөліп жатыр, ауданы 92 мың км. Оның жағалауында көптеген тарихи қалалар орналасқан. Үнді мұхиты Азияның оңтүстігінде орналасқан, ауданы 76 мың км. Бұл мұхиттың жылы сулары көптеген теңіз өмірінің ортасы. Солтүстік мұзды мұхиты мұз жамылғысымен ерекшеленетін ең кіші мұхит, ауданы 14 мың км. Мұнда климаттық өзгерістер үлкен әсер етуде. Видеода дүние жүзіндегі материктер мен мұхиттарды таныстырып шықты. Дүние жүзінде бізде неше материк бар екен? 6 материк және 4 мұхит бар. Жақсы, сендерге нәтижені картадан көрсетіп кетейін. Мынау жалпы біздің дүние жүзінің физикалық картасы. Бұл жерде 6 материк, 4 мұхит берілген. Бізде жалпы бірінші материкті қарастыратын болсақ, ең бірінші көлемі жөнінде ең үлкені ол Евразия материгі. Жалпы бұл Европа мен Азияның бөлігінен Евразия материгі болып аталады. Одан кейін екінші орында бізде Африка материгі. Екінші орында тұрған. Бұл өте ыстық материк, себебі бұл экватор сызығының бойында орналасқан. Бұл жер орналасқандықтан бұл материкке күн сәулесі тіке түсетін болғандықтан бұл ыстық материк деп аталады. Одан кейінгі үшінші орында Солтүстік Америка. Көлемі жөнінен үшінші орын алатын материк.
Одан кейінгі 4-ші орында бізде оңтүстік Америка. Бұл оңтүстік Америка жалпы ылғалды материк деп аталады. Бұнда Амазонка өзені орналасқан. Орналасқандықтан бұның көп жерлері жасылдау орманды болып келеді. Ылғалды материк деп аталады. Одан кейін 5-ші орында бізде Антарктида. Бұл мәңгі мұз басқан материк деп айтуға болады. Себебі бұл жерде тіршілік жоқ, көбінесе суыққа төзімді жануарлар өмір сүреді. Пингвин, акула, итбалық деген сияқты салқынға өте төзімді жануарлар өмір сүреді екен. Бұл жерде өсімдіктер, адамдар өмір сүрмейді. Сонымен қатар оның жалпы градусы 80-90 градусты көрсетеді. Өте салқын градусты көрсетеді. Одан кейін ең соңғы орын көлемшінің ең соңғы орын алатын бізде ең соңғы материк ол Австралия материгі. Бұл өте құрғақ материк болып келеді. Көбінесе оның кейбір жерлері құрғақ болып келеді. Сондықтан бұл құрғақ материк. Ал оңтүстік Америка ылғалды болса, керісінше Австралия материгіміз құрғақ материк болып келеді екен. Бұл біздегі 6 материктен. Енді 4 мұхитпен таныстырып болсақ, көлемі жөнінен ең үлкені бізде Тынық мұхиты. Одан кейін екінші орын алатын Атлант мұхиты. Атлант мұхиты жалпы ежелде саяхатшылар осы Атлант мұхиты арқылы саяхат жасаған екен. Оның бір ерекшелігі S деген әріпке ұқсайды. Келесі біздегі мұхит ол 4-ші орын алатын мұхит, бұл Үнді мұхиты. Үнді мұхиты жалпы Африка, Евразия, Австралия және Антарктида материктерінің орталығында орналасқан. Одан кейінгі бізде 4-ші орын алатын ол солтүстік мұхиты. Бұның көп жерлері қалың мұзды болып келеді. Түсіндік па? Бұл Евразияның солтүстігінен солтүстік Американың солтүстік бөлігінде орналасқан. Сонда бізде 6 материк атайтын болса, Евразия, Африка, Оңтүстік Америка, солтүстік Америка, Антарктида және Австралия. 4 мұхиттардан болса, Тынық мұхиты, Атлант мұхиты, Үнді мұхиты және солтүстік мұхиты. Жақсы оқушылар. Енді орнына біздегі бірінші тапсырмамыз. Келе ол. Бірінші Тынық мұхиты. Қай жерде орналасқан апарамыз? Тынық мұхиты. Жақсы. Келе ол. Келесі солтүстік Америка. Солтүстік мұзды мұхиты. Жақсы. Келе ол. Солтүстік Америка. Жақсы. Келе ол жағыра. Үнді мұхиты. Жақсы. Келе ол. Аймаққа. Айхан. Африка. Келесі. Келе ол. Келе ол шалқа. Антарктида мұхит па, материк па? Материк. Келесі. Келе ол. Кәнерге. Евразия. Келесі біреу қалды. Тағы келеді. Келе ол. Соңғысы қалды. Оңтүстік Америка. Жақсы. Сіздердің енді білімдеріңіз тексеріп қойып. Қайсы дұрыс, қайсы дұрыс емес?
жақсы, барлығы дұрыс. Енді тапсырма әркім өзіне шығар ой болады. Қойдық па? Бізде келесі тапсырма жіктеу әдісі арқылы бұл әркім өзі мына жерде қарап отырып материкке тән белгілер, мұхиттарға тән белгілерді ауызша жіктейміз. Бірінші оқып алайық мына жерді, сосын ауызша алып жіктейміз. Танысып шықтық па? Танысып шықсақ бірінші сөйлем. Құрлық бөлігі. Материкке тән белгі. Көркем. Мұхитқа тән белгілер, дұрыс айтасың. Онда адамдар, жануарлар мен өсімдіктер өмір сүреді. Материкке тән белгі. Жақсы. Келесі. Құрлықтың ең үлкен бөлігі Евразия орналасқан. Көркем. Материкке тән белгі. Ең терек бөлігі Мариана шұңғымасы. Мұхитқа тән белгі. Жақсы. Келесі. Қатты жер бедерлері бар. Материкке тән белгі. Өте жақсы. Келесі. Су асты жанартаулары кездеседі. Жәнеке. Мұхитқа тән белгі. Жақсы. Кеме қатынасына қолайлы. Шалқа. Мұхитқа тән белгі. Келесі. Климатқа әсер етеді. Материкке тән белгілер. Жақсы, өте жақсы. Енді Көркем. Жақсы. Тағы қателік бар ма? Өте жақсы. Ең кішісінен бастаймыз. Дұрыс. Өте жақсы. Жақсы. Бүгінгі сабағымызды осымен қорытындылаймыз. Енді бағалау парағындағы кері байланысқа жауап береміз. Өзіміздің негізі берсек, бүгінгі үй тапсырмасына осы тақырыпты оқимыз және тақырып астындағы тапсырмаларды орындаймыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Жақсы сау